мазалайды мен жаман ойлары мазалайды сен жаман ойлары мазалайды сен сақтама өкпек текті тектен тек өткен өткен бәрін көтеру керек кеттер жүре береме тентіректеп істеу керек әрекет өзімнің уақытымды көп күткен 14-те балдары топ тепкен ал мен шөпшектейм туып қалам любой жерде тентіректерім по-любому қалады көше. Ассалаумағалейкум баршаңызға, бұл YouTube арнасы таң атпаласы. Қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 25 сәуір, жалпы үйде жатып бір бизнес-план ойға келді. Соны жалпы жүзеге асыру мақсатында бір жағынан жанұямның барлығын салып алып, сол Алматы қаласына жол тарттық бүгін. Енді не де болса аман-есен жетіп алайық. Жалпы көрініс мынадай. Машина, жеңіл машина, яғни Kia Cerato. Жалпы енді кішкене тарлау болады, бірақ дегенмен өз жанұяң қалай болса да сыйысып, жалап, айқайласып, әңгіме айтып солай баратын ой бар. Соған байланысты енді міне Ақтаудан шықтық. Жалпы міне Ақтау қаласынан шыққанша осындай көрініс. Пока шығам дегенше пробка туда-сюда. Не дегенмен де жайлап енді Алла сәтін салса аман-есен жетеміз деген ойдамыз. Так, біздер Манатаға келіп жатырмыз аман-есен. Кәдімгідей погода бәрі күшті болып тұр екен. Машинамен капец. Так бастап құран оқимыз. Бека, қалайсың? Жақсы. Маза сторис түсіріп жатыр. Зере, қалайсың? Жақсы. Менде көңіл-күй күшті. Күшті ма көңіл-күйің? Я. Болды. Пати сенде ше. Пати де жақсы ғой явно. Кетіп жүрсе бар, оқып келейік. Че, Гули, настроение қалай? Настроение күшті, іші сен оқығанына мата болғансың ғой. Ай, молодец. Сол жаңа Манатаның басына Оқып ал дейтін еді, баяғыда оқып ал. Құран бағыштау қылып едік. Сапарымызды, жолымызды жеңілдете берсін деп. Ассалаумағалейкум. Otururuz toy patak var abi. İşte otururuz da. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ahad Allah samed lam yulad ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Allah'ım şu Kur'an-ı Kerim'de ok ayet sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz zuhur. İbrahim Habibullah peygamberlerimiz zuhur. Azamatlı peygamberlerimiz zuhur. Cami gütke peygamberlerimiz zuhur. Cami gütke insanları bilip bilmeye kılan kattık için Allah muhabbet etsin. Cennetke dahilden sallam borçlu gitti. Burada Allah Teala şifasını versin. Bir kartakları fırsat versin. Sağ selamet bırakın. Allah. Şimdi giremiz adam başkan girer. Giremiz o Teala. Özbekistan'dan. Özbekistan'dan? Қараңыздар. Adam көп, машин көп өзінде. Қараңыздар. Так, біздер Айдос Мұраттың үйіне келіп жатырмық. Қалайсың, Айдос? Жақсы, жынды бір мәшін келіп жатыр. Мына кім? Батон ба? Ол жаққа ауызға шолға үйге келіп отырып бұйыртса. Бір-екі ауыз сөз айтып жібер. Менің YouTube каналым. Келіп тұр. Обратно келатқанда да кел. Бұйыртса. Ол уақытта шуылдап өтіп кетпесек дейсің. Аман келдім. Аман жүрсің. Хорошо, давай.
сол жақтан ауыз ашып алып Айдостың үйінен. Одан кейін 10:30-да ма нешеде шығып кеттік. Біздер сол мана үйіне соғып Айдос бауырымның үйінен аузымызды ашып сол жерден где-то сағат 10-да шығып кеттік. Сосын дальше больше Құлсары, Дасор, ары қарай Сағыздың үстімен Шұбарқұдыққа дейін келіп, түнімен жүріп келе жатырмын. Жайлап, жанұям өздері уже ұйықтап қалды. Келіншегім екеуміз әңгіме айтып, бірталай әңгімені де айтып тастадық ғой деймін, походу. Сол пока настроение нормально, ұйқы ондай келіп тұрған жоқ. Сол қазір енді бұйыртса Ақтөбе қаласына дейін жетіп алу. В данный момент сол Шұбарқұдықтан солға бұрып кеттім. Ақсайдың үстімен келе жатырмын. Жалпы өздеріңіз білесіздер, осы Ақсайда қателеспесем 3-4 жылдықта екен жаңа жол салынған. Бірақ уже жолдар көтеріліп кеткен негізінде конкретно айтқанда. Таңды осы жақта атқызып келе жатырмық. Аузымызды, кстати, Қаракелді мекен сондай бір ауылдан жаптым. Енді бұйыртса сол Ақтөбеге жетіп алып, сол жақта кемпинг болса, сол жақта бір демалып алып, дальше больше Ырғыздың үстімен Аралға, Қызылорда, Түркістан сөйтіп жайлап кете береміз бұйыртса. Бізбен болыңыздар. Дәл осы уақытпен келдім де ұйықтап қалып едім ғой. Іші жап-жарық мына футболканы көзіме байлап тастап. Таңертең 8:30-да жатып қалғаннан кейін сағат 12:30 болып отыр. Сол аман-есен тұрып жатырмын. Біздер сол бір жолдың бойында бір кемпингке тоқтап демалып қалдық. Бұйыртса қазір соның барлығын есіктің алдын түсіретін боламын, сосын дальше жүреміз. Так, жалпы алған бөлмеміз мынадай. Мына жерде менің кішкентайым жатыр. Жалпы мынау коридор. Раз, два, бәкі. Жалпы мына жақтан жүретін болсаңыздар, душевой, ванна, туалет бәрі осында. Мына қазір шығатын жері, мына походу типа зал, холлма отырады. Мына жерде кіре берсе өзінің столовый 24 сағат жұмыс жасайды. Мына жерде керек тағамның барлығын аласында. Мына жерде ресепшн. Мынау енді есіктің алды. Детский площадкасы бар, отырып демалатыны бар. Тағы да адамдар келіп жатыр. Жалпы мынау трасса болатын болса, мынау кемпинг. Ойлаңдаршы, атын қалай қойған? Батыс жер деп қойған. Батыс жер. Яғни бізде қазір бұйыртса мына Хромтаудың үстімен жүрген кезде оңтүстікке и солтүстікке бұрылатын поворот болады. Сол кезде екі жақтан келген ағайындар сразу мына жазуды көреді ғой. Батыс жер күтіп алады ғой оларды, былай айтқанда. Мына жерде өзінің заправкасы бар. Керемет жататын орны. Жалпы жататын орын 2 адамға 10.000 теңге дейді. Ол сен неважно бір сағат ұйықтап кетесің ба, жалпы 24 сағатқа. Біздер хостел ретінде манағы нені алдық, 3.000 теңге адам басына, яғни 6.000 теңге төледік та, душы бірақ отдельно төлейсің. 1000 теңге дейді душы, и 600 теңгелік душы бар дейді. Бірақ в чем разница, мен бірақ түсінбедім негізінде. В общем, не керек, біз 2 үй алдық да, 2 кроватьты, бірақ бір комнат целый біздікі болды. В общем, 3 адам болған жоқ та, бұл айтқанда. Зато жақсы ұйықтап демалып алдық. Ал біздер әлі жүріп келедік. Айналамызда табиғаттар мынадай. Фуралар көп өтегі. Алдымызда жалпы Фурандар кетіп батыр. 21-ші жылғы қателеспесем. Автодан алып жатыр ғой.
бар жағы Дубай сияқты. Артта тағы екеуі жатыр. Біреуі Mitsubishi, біреуін байқамадым. Үш машина бірге жүріп жатыр маған бері. Яқты жолы былай айтқанда Ырғыздың трассасына түстік қой. Пока нормально қуантып келатыр. Так, біздер Қызылорда облысы Арал ауданы Қызыл үй дейтін андай бір шайхананың қасына келіп тоқтап жатыр. Елді мекен. Дәл қазір міне менің балдарым жанұям. Жалпы ауыз ашарға осы жаққа тоқтап жатыр. Қайдан хабар аламыз? Ей, Виргил. Виргил ше. Так, сексеуіл жағып отыр көші. Сексеуілден берді соның күлімен мынандай маринов жайлы жасап жіберіп ауыз ашарға шағын тек өзара деген сияқты. Түрке, қалайсың, жақсысың ба? Мынау деген менің YouTube арнам бар еді ғой өзімнің да. Соған салам, ертең күні жалпы былай айтқанда тарих болып қалады да бұл күндердің барлығы. Сол себепті бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Осы қонақ болып келіп жатсыңдар. Иә. Жолаушыңдар Рамазан айында. Жолаушыға көмек көрсетіп жатырмыз. Рахмет. Алладан қайтсын еңбектер. Сен де өзің де ораза емессің бе? Иә, ораза. Қау болсын. Осы бірге дәм татамыз. Иә, бұйыртса. Машинамыз мына жақта тұр. Жалпы мына бағыттан келгенбіз. Былай жүруіміз керек қой үшін. Осындай шайхананың қасына тоқтап, жайлап шаруа бітіріп жатқан. Иісін ай. Olmaya uақыт. Күшті пісті ол. Аузымызды ашып кетейік бара. Аузымызды ашып жүреміз берді. Мынадай кеңістік айналамыз. Осы жақтан енді ауыз ашып мына бір үйден ауыз аштық. Апа мен ата бар екен сол жақта. Алла разы болсын оларға. Өзіміздің шашлығымызды жайлап пісіріп алдық. Шай қойып қойдық. Шай іштік. Үйде свет жоқ. Отынды өздері жайлап жағады екен қида. Енді бұйыртса ары қарай жол тартамыз, аманшылық болса. Алдымызда енді Арал, әрі Қызылорда. Так, аман-есен Қызылордаға жетіп алдық. Андай Қызылорда кешені деген кемпинг. Барлығы бар ғой мына жерде. Шағын маркеттен бастап парикмахерская, баня, запчасть. Мына фуралардың тырыстарын қараңдар. Осы жаққа бұйыртса қонамыз да. Ертең аманшылық болса жол жүреміз. Мына менің кішкентайларым. Так, мына біздің комнат. Әркімдің өзінің жататыны бар. Ішінде өзінің душевой вот туда-сюда. Криверси, короче. Так, біздер міне Түркістанға келіп жатырық. Түркістан сарайы. В общем, полная готовность. Қазір үшін бір
аралап. Ей, Бека. Мына қара жермен жүршеш. Ішін аралап жүретін боламыз бетса. Чөп-чөп қарап. Жалпы осы жаққа келген жоқпыз негізінде. Жалпы Ахмет Яссауи кесенесіне барған болатын. Бірақ ол кезде мына сооружение болмаған. Қазір ішін бір аралап шығатын боламыз. Кіре берісінде мынадай бір ғимараттар күтіп алады. Бұл пока не үшін істелген тіпті біліп жатқан жоқпын. Бірақ енді көреміз бетса. Кіре берісінде ортасында мынадай өзен күтіп қойған. Ана жерде фонтан. Сонда қазір айналамыз. Кішкене жел енді. Желсіз никуда болып тұр қазір. Ай, молодцы, альхамдулилля. Кіреміз қазір, бәрінің ішіне кіреміз. Мына біздің араба. Қалайсыңдар? Паросты кетсіңдер кәдімгі. Біздер ішке қарай өтіп баратырық. Сыртынан ар жағында фонтан болатын болса, сол фонтанмен жайлап ағыс якобы былай қарай жүріп жатыр. Жөндеу жұмыстары да жүріп жатыр, походу. Хотя жақында салынса да. Әңгіме жоқ, бір ескі қалашық ретінде жасалған екен. Ана жерде ангар сияқты бар, соның ішіне өтетін болсақ, іші вообще керемет сияқты ғой. Авио. Фати, қалай жағдайың сенің? Жақсы деп Фатима. Фати! Фати! Фатима! Қолын ұстап алған еще. Нөл қарамайды вообще. Жалпы мына караван-сарайдың ішінде жүргенде қалай оғанда да бір түрлі әсері бар екен да. Кішкене басқаша әсері береді по-любому. Соны мен сезініп келе жатырмын. Әсері алып тек қойшы. Әдемі. Жалпы асықпай аралауға болатын жер екен. Ішіндегі магазиндеріне кіріп, одай бағаларын көріп, примерно сондай ғой бағалар. Адамдар кәдімгі суретке мощный түсіп жатыр ғой. Так, мынау не бізде? Мынау бізде жұмыртқа ұясында тұрған жұмыртқа сияқты. Ішіне не бар, кіріп көрейік. Бізге желательно сол көлеңкемен жүретін жер керек болып тұр. Кіреміз. Сен үстінде ішіп жатың ба? Сылап кеттің ба? Магнум дейді вообще. Якобы крытый уже, да? Че, Бек, қалайсың? Ең нормальсың ба? Мен балам қарны ашып жүр әлі, тамақ жемеген. Ең тамақ жеп аламыз бұйтса. Алдымыздан кездеспей жатыр да. Отырып тамақ жеп жатыр.
осының барлығы караван-сарай. Мен түсінігім бойынша мына жерде орталық мешіті бар сияқты. Одан кейін мен байқап тұрғаным, бұлай тіке жүретін болсақ, Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар. Міне, ол мынау кесене. Примерно солай, короче, жағдай. Мынақты сиқырлы керуен дейді. Походу балдарға керек нағыз бірдеңе сияқты осының ішінде. Но бірақ біздер үшін көрмеміз керек негізінде. Неше теңге тұрады, қанша болады. Кіре бергенде мынандай бір күтікті болады сияқты ғой біздерде. Кетіп бір айналайық, сосын фук шығып кетеміз. Так, алтын самұрық. Ол бізде ұшатын театр дей ма, бірдеңе дейді. Түсінікті оны кетіп жүріп кетейік. Ұшпаймыз. И так-то трассада ұшып қоя тұрып қой. Болды, қазір бір шай тамақ ішіп аламыз, бұйыртса. Сосын дальше больше жолға шығамыз. Біздің основной функция Алматыға жету бізде. Но по пути, по ходу. Ага, көрейік. Так, мынаның ішінде не бар екен? Бірақ іші керемет, әңгіме жоқ. Жұмысылардан қабар алыңыздар. Мен үшін очкимен келатырмын. Очкиім шешші зеремен. Бір қолым бос емес. Ой, рахмет. Аспандағы жұлдыздар. Мына жүрген адамдар. В общем, ойын сауық қойшы. Мынаны қараңыздар. Карусель в виде құман, кесе, дейдейді өтіп кетек. Так, дальше не бар бізде? Дальше мынадай фонтанчик бар. Одан кейін үстін байқайсыңдар ма? Андай бір ағаштар қойыпсан, как будто бір адам жүруге болатын сияқты да. Мына жерде батут. Ойнайықшы, папа дейді біздер. Ойнау үшін жүрген жоқпыз ғой. Біз қарау үшін келдік қой тек. Ойнау үшін келген жоқпыз біздер бізде. Байқап отырмын да, сценасы кәдімгі гипсокартон емес, басқа емес. Что-то не то, но қалай айтатынын білмеймін, бірақ комментарияда жазып жүрсеңіздер болады, жалпы. USB сияқты да бір түрлі, бірақ USB демес та ол. Басқаша что-то. Мына іште не бар? Вау! Мынау енді қазақ еліктің есін беріп тұр ғой мынаның іші. Давай жатың ал, демалың осы жерде. Сандық. Әжемнің сандығы, мамамның сандығы деген сияқты. Алашаның қасында жатасыңдар. Жалпы, отлично болып тұр дейді болса. Ең қызығы осының іші сияқты өтшім. Сыртынан көрі. Так, өшін біздер Түркістанның ішіндегі караван-сарайын жалпы бір жүріп ақтарып өттік. Енді болады, жалпы эмоция береді, қараңдар. Бұл да бір жасалған ғой адамның қолымен. Бұйыртса келгенше, қайта кездескенше Түркістан, караван-сарай.
Жолдар келем жолда сапар Сендермен жайлап табиғатпен бөлісіп қояйын. Бұлтар бізбен бірге қатар көшіп Тағдыр желі туған жерден ауған талай Көздің жасын өсір жауын жауған талай Сағыныштан Жолдар жолай Так, Алматыға 673 километр қалыпты. Ничего так, ничего. Көреміз бұйыртса. Бүгін отпыстайын ба, я болмаса. Қазір ауыз ашып болып бір жаққа ауыз ашарға тоқтаймыз ба, асықпай отырып ауыз ашып. Түнмен жайлап айда отырамыз ба, қараймыз бұйыртса. Дымақ дейтін бір ауылға келіп отыр. Жалпы біздер енді Шымкентті объездбен өтіп баратырық негізінде. Нені картамды шуға қойып қойдым, шудың жолына. Көреміз, қалай болады. Чу, я тебя хочу, Вань, тру, примерно. Табиғатты көріп, қалайша видеоға түсірмеймін деп келатырмын да. Сәл кішкене қиындау болса да енді сендермен осы табиғатпен бөлісейінші деген ниетте. Түлкібас ауылы. Түлкібас табиғат вообще масқареш. Бар ғой. Ойнап айта жүре. Так, бешбармак, чайхана, мотель. В общем, осындай бір жерге келіп қалдық. Жалпы Жамбыл облысындамыз. Тараздан айналып өтіп баратқан жолдамыз. Жалпы Алматыға бағыт алған жолда. Аузың берік болып, машина айдаған кішкене қиындау негізінде. Бірақ тоже болады жайлап әңгімеңді айтып қойып. Енді берсе сол қазір ауыз ашамыз, қуанышты жағдай. Дальше больше тіреп отыру керек. Шуға кіріп кетқан соң Алматыға баратыр. Қайсар деген жігіт. Видеомен жүрем алды, ренжіме. Вах. Қаяқта кеттің? Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Қалайсың? Шүкір, жақсы. Әрең жеттің ғой. Не зат мынау? Ё-моё. Айтшыш, жол жоқ, ё-моё. Шуға кіріп кетсің ғой. Бізде жолмен жүрмейді шуда. Бізде тіке ұшады. Ай сау. Ассалаумағалейкум. Біздер Жамбыл облысының Шу қаласындағы Бірлік Үстем дейтін ауылдамыз. Сол кеше түнде келген болатымыз, ол сияқты служагымның үйіне. Аман-есен кеше қарсы алып алып, түннің бір уақытында әйтеуір қуырдақ жеп, шай ішіп, ата-анасымен танысып, барлығы да әйтеуір осы үйдің тіршілігін, күйін көріп, өте қуанышты болдым. Жақсы жылу қарсы алып алды. Әсіресе балдарым қуанышты болды. Мұнда бір үлкен алғысымды білдірем жалпы осы үйдің отбасына. Енді дальше больше үйдің тірлігін көретін боламыз. Ауладағы кішігірім видео обзор жасап жіберем. Так, Қайсар дейтін служайым. Қалайсың, Қайсеке?
Нешеде тұрып кеттің сен таңертең? 8-де ғой. 8-де базар жоқ. Мен де ауланы кішкене бір видео обзор жасайын дедім. Мына жерде кеше келген кезде каждый позицияда кәдімгі сиырлар тұрды ғой. Қазір походу таңертең тұрып алып жайылымға жүгіріп жіберген сияқты. Мынау бұнда қойлар болды. Короче, олар бәрі жұмысына кетті ғой. Біздер тек жүрген. Яқта екі бұзау жатыр. Бұзау чеке. Қалайсыңдар? Бірақ ауылдың есі конкретный теріске шығып тұр ғой. Машинадан хабар алам сендер. Шөп тасайды. Андай бір ангар сияқты. Соның үшін шөп толтырып қойған үшін. Қиыларды қараңыз, қиыларды. Конкретный движение. Яқта не бар? Яқта бір-екі қой қалып қойған жалпы. Осы қазір бұйыртса сол жол бойы көрсететін болам, чөп-чөп қалай екен. Алматы облысына жету үшін. Так, мына жерде есік алды. Есік алдын көріп отырсыздар. Андай бір көше, соңғы көше. Ар жақта мал жайылып жүру үшін. Былай бүйтіп көрсетіп жүрсем көрінеді барлығы. Мына Nissan автокөлігі екен. Nissan қандай дедің, но? Феррари. Феррари? Базар жоқ. Nissan Ferrari деп қоясың ғой. Бүйтіп жүрейін бе жайлап. Нөмірін өзгерді, Қайсарды. Қайсар ма? Базар жоқ. Жалпы бір айта өтетін жайт бар. Осы Шу қаласына кіретін болсаңыздар, Алматинский трассада келатқан кезде, мысалға Алматыға қарай бағыт алып баратсаңдар, ол кезде 3 жол бар екен кіретін да Шуға қарай. Біреуі Луговойдан кіреді, екіншісі Меркеден кіреді, үшіншісі Қордайдан кіреді. Жалпы біз кеше Луговойдан кіріп кеттік. Луговойдан кіріп кетіп, Луговойдың үстімен переезден оңға қарай алдық та бағытты. Сол жолмен жүріп келдік. Одан енді Тәтті дейтін ауылдың үстіне түстік. Ол Тәттінің кейін дәлше Шудың өзіне жол салып жатыр. Сол объезге түстік. Түнімен сол объездерді айналып әрең дегенде жалпы осы ауылға келіп жеттік. Енді жалпы бұл ауылдың Қайсар бауырымыз өзі егіншілікпен айналысады екен. Жаңағыдай поляда асқабақ, жүгері, сондай бір темада егін егеді. Одан кейін осы үйдің шаруашылығында именно сүт, айран деген сияқты сондай бір шаруашылық. Одан кейін құрт, соның барлық ірімшік, соларды барлығын дайындап, анасы осы кішігірім базарда сатады екен сондай нәрсені. Алла береке берсін осы үйге. Жақсы қонақтады, жақсы демалдық, күш көп. Енді бұйыртса Алматыға қарай бағыт алатын боламыз. Шу қаласынан шығып кеттік. Енді міне бетонка трассаға түсіп алдық. Жалпы бұл жер Қордай ауданы
осы трассаға түстік. Мына оң жағымызды қарайтын болсақ, оң жағымызда Қырғызстан, қырғыз бауырлас елі орналасқан. Жалпы жаңа уже границалар барлығы көрініп тұр жолда. Табиғат деген әңгіме жоқ, айтудан жалықпайсың. Жалпы бұл трасса 110 деп есептелген, бірақ баса бересің енді өзің шамаңа қарай, мәшініңе қарай деген сияқты. Қалайсыңдар балдар? Жақсы. Жақсы келатсыңдар ма? Я. Фатима ұйықтап жатыр ма? Я. Болды. Ұнап жатыр ма сендерге? Я. Болды. Таудың үстіне мінеміз, а? Таудың үстіне көтерілеміз қазір. Машинамен ба? Енді. Так, біздерге данный моментта Алматы трассасынан оңға қарай бұрылып кеттік. Ауылдың атын жалпы неге видеоға жаза өтем. Есімде болмай тұр, берік тасып екен, сондай жалпы таулардың үстімен барып, сразу Алматы қаласының ортасынан жарып шығатын жол мынау. Бірақ ана трассадан тіке кете берсеңіз, мына орталық трассадан олай да барып болады Алматыға. Бірақ мына жолды мен таңдап отырмын. Себебі мынау қызығырақ мына жолда. Таудан асып өтсем, таудан асып саған жетсем, тау самалы болып, бір өзіңді мен өпсем. Менің кел, сағынышым келші, кел, сезіміме сенші, кел, махаббатым маған. Yok, adamlar şalvar. Дегерес дейді. Дегерес. Дегерес ауылы. Әдемі жерде орналасқан екен. Бәрі блогер әйтеуір. Енді мені қыздар шыға сұрап жатыр. Мында табиғат деген енді. Сиыр қағып кетпей видео түсіріп жатыр. Оба. Allah'ından korkma canım. Bәрібір сияқты. Мана таудың үстіне көтеріліп кеттік. Енді дальше басып баратыр. Қараңдаршы, қандай болып тұр ғой погода, природа. Природа екеуі бір-біріне қосылып тұр ғой кәдімгі. Ар жағындағы тауларды қараңызшы. Шақырып тұр ғой кетші деп. Картинка болып тұр ғой, картинка. Вообще сөзім жоқ, короче. Только эмоции. Біздер деген жалпы аман-есен Алматы қаласына жеткен болатынбыз. Осы сияқтағы шаруаларымызды жайлап шаруалатып жатырық. Оның барлығын видеоға түсіріп жатқан жоқпын. Енді бүгін сол қолымыз босап, жайлап осы Алматы маңындағы бауға бара жатырық. Большая Алматинская озеро дейді. Енді сояққа барып, жайлап кішкене природаға, тауларға шығып, кішкене бой жазып қайтатын ой бар. Жалпы кешке қарай бұйыртса тағы да кездесулеріміз бар. Сол себепті қысқада нұсқа әйтеуір уақыт бар кезде шығып алайықшы деген оймен сол жайлап жүріп бара жатырық. Жалпы міне осындай жолдармен жүреміз, бауға баратын болсақ. Яғни екі қапталда барлығы үйлер орналасқан, қаланың сыртындағы. Дәл осындай жолмен жайлап жүре береміз. Жалпы алдыда бір погран службама сондай бір неден посттан өтетін еді. Содан қазір өтетін болсақ, айтам сендерге қандай документ керек, не керек екен, қалай өтетінімізді, жалпы вообще біздер өте аламыз ба оған деген сияқты. Мынандай крутой повороттар шығады алдынан. Жайлап газыңды бересің да, бұрып кетесің өтші. Ақтан тағы бұлайындай. Тугиске қойсаң, барлығын айтып тұрады, сау болсын. Мынау тауларға өтші. Дәл осы жолмен сосын Алма Арасан дейтін бар. Сол Алма Арасанға баратын болсаңдар, ояқта жоғарыда, короче, андай баня жасап қойған.
сол жақта түсе бересің, смело. Ыссы уақыт тұрма, сондай бірдеңе. Жалпы осы алдында келгенде сондайды бір байқағам. Оған бірақ определенный жерге дейін машинамен барасың, дальше больше машинаңды парковкаға қоясың да и жаяу жүресің. Сол жақта Алма-Арасан өзені ағып жатады. Ең төбесінде, жоғарысында сол жаңағы андай отыратын нелер бар. Сода отырасыздар. Мынау жалпы мынандай маршруткілер алдымыздағы. Осы маршруткілер жалпы қатынайтын 116 дейді. Бірақ енді бізге маршрутка керек емес, себебі біздер өз көлігімізбен жүріп, именно осы кайф үшін көлікпен келген болатынбыз. Состав баяғы 3 бала, 1 келіншек. Сосын мен басып жүріп, әлі Алматыны аралап. Қандай жолдармен қызықты жолдар бар. Жоғарыда уже басталып жатыр ғой, таудың нелері. Так, налево деді. Налево деді. Мен тіке кетіп қалдым ба, қалай алып кетті. Нормально. Қараңыз. Табиғат ашылып жатыр уже. Так, светофор жасыл. Смело. Уже походу мына жерде кіретін кезде көрдіңіз ғой, көлік кептелісі болып жатыр. Осы жақта алда жалпы мына не бар? Пограничный пункт бар. Сол жақтан тіркеліп өте ма, сондай бірдеңесі бар. Біздер жалпы жаңа посттан өттік. Гражданский адамдар екен. Ешқандай погран емес сияқты, вроде. Адам басына кіруіне 500 теңге, 2 адамға 1000 теңге алып, балдарға алмай қойын еді. Оған да рахмет. Енді бауы жауықтыр дейді өкінішке орай, бірақ арғарай 10 километрге дейін бара аласыздар дейді. 10 километр жаяу жүре алатын болсаңыздар, бара беріңіз дейді. Бірақ біздер сонда да өтіп кеттік, бармасақ та осы жерде жүрекші деп. Сондықтан да міне жайлап көтеріліп жатырық. Қазір сендерге көрсететін болам. Көтеріліп жатырық, көріп отырсыздар. Қандай табиғат ашылып жатқан. Кішкене жақынырақ түсірейін. Сонда бәріңізге де көрінетін болады. Жол примерно алдымыз осындай. Табиғат. Қазақи болып тұр ғой мына жер, конкретно айтқанда. Түтін түтеліп, ағаш құрылып, балдар ойнап жүр. Әжелер бар. Бәрі маевкіде жүр ғой. Бұлай жүр ғой. Мына жақта шашлыктың иісі кәдімгі ұрып тұр. Жан жақтан шашлык пісіріп отқан сияқты. Тек главное за собой убираться ғой. Қалған ештеңе емес. Қараңыз. Вообще масқарейшін ғой мынау деген. Көзбен көру керек қой мынаны. Мынандай ғой примерно. 0,5 пен түсіріп отырайын сендерге. Так, жақындатайын сәл. Мына жерге міне бірдеңе жасап жатыр. Сондықтан походу жауықтыр ол. Қараңыздар, құрылыс жұмыстары жүріп жатыр мына жерде. Походу плотина ма, білмеймін, сондай бірдеңе салып отқан сияқты. Жол салып отыр походу еще. Мынаны қараңдаршы. Кәдімгі қазақтың көк жайлауы болып тұр ғой мына жерде. Походу біздер осы жақта тоқтайтын сияқтымыз. Так, мынандай жерге келіп тоқтап жатырық, в общем. Короче, осындай локацияға келіп тоқтадық.
мынадай өзен ағып жатыр. Кішігірім лагерь ұйымдастырып жатырық мына жерге. Енді мана жолда мынадай бір фрукты алған болатынбыз. Солар жайлап жуып таптады суға. Жеп, шай қайнатып жатамыз бұйыртса. Біздер қазір данный момент демалып жатырық. Жалпы бір айта өтетінім, адамдар айтады ғой, балдармен қыдырға қиын, анау, мынау деп та. Жалпы енді осы да қыдырып кетпесе, мысалға. Мысалға мен Фатима қызымыз бірден асты да. Мысалға қыдыра алмаймыз, баламыз кішкентай дейтін болсақ, пока 2 кетуат, 3 кетуат деп жүрген кезде, кішкентай болады, тағы жүресің да, тағы шыға алмайды мысалға. Сол себепті оған қарамайсың, киініп аласың да, басасың, уақыт өтіп жатыр, өмір зымырап жатыр деген сияқты. Осындай табиғатта шығып алып, жайлап демалған жақсы. Өзім солай есептеймін да. Так, суымыз бұрқылдап жайлап қайнап жатыр. Мына газовый баллончикке әдейі осылай жайып қойдым, себебі күн сәулесі түсіп, жаңағыдай біртүрлі химический реакциялар болмасын деп. Енді қазір бұйыртса мына 2 ролтон бар. Осы 2 ролтонға осы су жетеді деген ойдамын. Осы 2-мен зарезать жіберсек, сосын тағы да қайтып су қойып жібереміз. Одан кейін шай ішіп жайлап отырамыз ғой бұйыртса. О, табиғатты жалпы Қытайдың лапшасын жеген қандай керемет деп қоясың ғой. Сосын жайлап ұра бересің, бисмилlah. Жаңа шашлык болмаса да, мына лапша шашлык деп болып тұр жалпы. Дәл ғой, дәл. Бізде жалпы Ақтауда бұндай табиғат жалпы көрмейміз ғой. Бізде көбісінде жазықтық, кең дала. Бірақ олардың да өзінің үлкен плюстары бар. Ол жолды да жалпы кез келген адам жүре алмайды. Ояқ бізде көбісінде бездорожье. Мына енді Құдайға шүкір асфальт до конца келіп тұрған ғой, тек дальше больше тауда осындай табиғатқа шығып кетесің. Дәл. Мына, в общем, мобильный газовый горелка. Көресіздер, мына аяқтар бар. Ашылады. Бұлай қоя қоясың. Мынау жел қорғайтын. Егер қазан үлкен болса, бұлай ашып жібересің, мынаған қоясың да. Сосын мынау тоқ беретін. Мына жағынан мына крышкасын шешіп тастап, бұлай жалға қоясыз да, мынаны ашып жібересіз. Сосын мынаны басқанда от шығады бұл үшін. Смело кішкентай осындай қазанды қойып, суыңды қайнатып аласың, я болмаса тамағыңды пісіре бересің. Білмеймін, енді мынау маған 3 заходқа жетті. 3 осындай суды қайнатып алдым. Пока ішінде әлі бар. Так, біздер жалпы отырып болдық. Отырып болғаннан кейін мынандай мусорларды барлығын өзіңізбен бірге алып кеткен абзалырақ болады. Себебі әр адам азғантай мусордан тастап кететін болса, мынандай табиғаттың шырқы бұзылады. Бәка, қалайсың, Бәка? Что-то жақсы екен, көрініп тұрған жоқ, әрең жүрген сияқтысың. Адам мүмкін емес, бәрі осы жақта жүр үшін. Так, біздер обратно түсіп баратырық жайлап.
мына жерде кәдімгідей дұрыс құрылыс жүріп жатқан сияқты. Тауды қопарып тастаған ба. В общем, глобальный бірдеңе салып жатыр мына жерге. Так, біздер жалпы Алматыдағы шаруаларымызды толық бітірдік. Жалпы машинамды айдап жүрген саудаласып сатып жібердім. Осы бастап жатқан жұмысымызға жалпы ақшасын салып жібердім. Енді иншалла жұмысымыз сәтті болсын деген ойдамыз, сәтті болады деген ойдамыз. Міндетті түрде оның жемісін жейміз деген ойдамыз. Данный момент таксиде кетіп бара жатырмын. Ағам бар қасымда. Бұйыртса самолетқа отырып Ақтау қаласына ұшатын боламыз. Баршаңыздың назарларыңызға рахмет. Жалпы тамашалағаныңызға, если ұнап жатса каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар, егер ұнап жатса. Сол, рахмет баршаңызға.